Bunun dostlar yani dostlar. Oysa bağlanmasında tanıştırı için kalay жақсы тактикалар koyuyor kalay жұмыс істеу дегендерді көрсететін кіріп менде Şimdi dostlar енді болып алдым. Бірінші мына атаканың ойыншыны алмастырамыз. Бұл ойыншы достар мықты ойыншы. Позицияларын көріп өтейін. Қандай позиционерлерін. Бұл достар ПП-ді кейін ПП-ма сондай короче. Сондай келеді кейін скорс дейтін мықты достар көрініп отырғандай скорсы жақсы. Мен достар допты тепкенде 160 градус айланады. Жандан любой жерден тепкенде доп вратаға 160 градус зор кіреді да. Мына доп вратаға тура салады. Кейін дриблингі бар, пасы бар, удары да бар. Кейін бұл менен қандай тактикамен болады? Бұл мен достар бәр 4-2-4. Сол тактикада бұл пайда береді достар. Мен білетін болса. Енді мына ойыншыға келетін болса. Бұл ойыншы 114 болған. 112-ді ойлаған едім. 114 екен. Бұл ойыншыда аяғы 4-5. 21 жаста. Позициялары ешбір позицияда ойнамайды екен. Допты тепкен 360 градус айланады доп. Міне кейін. Осылай достар кейін дриблинг жұмысы скорсы почти 40. Удары бар, пазы бар. Аңыз ойыншы орта поля аңыз ойыншы келген скорс 30. Дриблингі бар. Басынан сезіп жақсы. Пазда демі шығарады. Допты жақсы қабылдайды. Реал Мадридтің ойыншыға келетін болсақ, бұл достар подкаттан мықты. Допты пазы зор шығарады. Аяғы 4-5. Бұл достар ешбір позицияда ойнамайды. Міне пазы бар, дриблингі керек емес енді. Жақсы болды. Енді бұл да ойыншы. Лупада ойнайды достар. Міне допты 360 градус айланады. 3-5. 3-5 болмайды достар бұл ойыншыны. Түссе де сатып жіберіңдер болмайды. Мына ойыншыда енді бұл ойыншыда болмайды. 3-5-тер маған жақпайды. Бұл ойыншы алу еш пайда жоқ. 116 болған менен. Айтатын болсын 17 жаста. Сондай кейін Тотестің бірінші шыққаны бар. Міне менде енді бұл жерде Дембеле түсіп кеткен. Мбаппе да бар. Мбаппе енді керек емес, менде Дембеле бар. Бұл жерде енді мына орта поля жақсы, аяғы 5-5. Кайф. Бұл ойыншы бар. Бұл достар Дембеле білен мына ойыншы үшеуі жақсы. Менде жоқ енді айландыратын. Мына достар жақсы ойын. Бірақ мұз жастары да келесін болды. Мықты жастары достар. Ойында мықты. Жақсы ойнайды. Ал балыңыздар түсетін болса, қой балыңыздар ойынға. Мен составым бар. Осындай. Менде бар. Осылар защитариз. Удары. Удар керек емес, бірақ паздар дриблинге де керек емес, просто оған Мартариз келетін болса, Мартариз топты тосқанда ойыншының қанығы шет. Қалай десеңіздер, келген допты тосып алады, болды. Мықты. Бойы бар. Бой Мартариз бойы 91-98 болғандай Мартариз алу керек. 183 ба, 184 ба сондай. Болмайды олар достар, ешбір пайда бермейді. Айтайын достар. Еш пайдасы жоқ қой, мен кеттім. Алмаңыздар достар. Енді бүгін біз енді не істейміз?
Bugün oyun oynayımız. Bu oyun oynasak oynayacağız. Sonra bu kaz olsa oyunga. Bırak dostlar Tottenham'da Dembele bilen Mbappe жақсы. Mbappe'ninki skorsu күшейтсеңіздер болса, күшейтсеңіздер skorsu 196. Keyin dostlar 100 Dembele'ninki qancha 90 ba 90'lar ayağı var. Şimdi bunday dostlar. Ne oyuncuga keldim qarshi komandan 119 var deb turumda. Жақсы endi dostlar. И снова мы с вами на футболе. Всем привет. Для вас сегодня работают Георгий Черданцев и Константин Генич. От этой встречи мы ждем максимум голов и яркой игры с обеих сторон. Лучший футбол только для вас. Это Челси против мадридского Реала. Очень хорошо сейчас на стадионе. Потрясающая атмосфера, и все заждались начала встречи. Скорее бы. Игроки Челси разыгрывают мяч. Первый тайм начался. Ну и посмотрим, что нам сегодня команды продемонстрируют. Вперед он тащит мяч. Гол в самом начале встречи. Забит первый мяч. Дальше будет больше. Şoğlu oyuncu bilmeye kaldı o dostlar. Bul. Хорошо на повторе видно, как здорово он обыграл защитника. И все-таки удалось забить, несмотря на активное сопротивление защиты. 1-0 в нашей игре. Олисе. Men dostlar taşıdarizm mıxta. Etmir olsa. Дембеле. Майкл Олисе. Жуан Кансело. Мяч у Стоичкова. Жоу Кансело. Отлично защитник играет. Dostlar kazmıyor koştum şimdi. Kalender. Есть у него с кем сыграть в атаке. Уверен, он в отборе сыграл из-за боковой будет бросок. Вот это здорово, хороший прессинг и мяч отобран. Как он работает с мячом, всех обыграл. Ну и решаться на что-то надо. Гол! Какой момент! Они выигрывают в 2 мяча. Buna önce dostlar solcun. Ma ayağımdan жақсы аяғы 3-5 bunun қазір 3-5 қылып болғанда 3-5 бөлме қылып болған. Енді 3-4 баяғына, бірақ мен 3-5 болғаннан кейін ұзақтан теппеймін. Бұны жақында айландырып моменттер зор кетеді. Бұл да момент счет теперь кто знает, может быть еще голы мы увидим. Харри Кейн. Мяч у Пак Чесона. Криштиану Роналду. Георгий Хаджи. Роналду ведет за собой команду в атаку. Хороший удар, но вратарь спасает. Хороший удар. Угловой в пользу Челси. Можно отыграть один мяч. Вот это да! Мяч не то, что в створ не идет. Он вообще очень далеко уходит от ворот. Похоже, в какой-то особый угол головы мяч угодил. Давай. Пора. Кетті. Достар кеттік. Ойшылен кеттік достар енді. Неплохо он с мячом идет вперед. Забивать нужно! Гол! Этого парня сегодня просто Үш гол ұрды. Ассист қылды. Он Ассист достар, ассист. Енді осының бір оны көдерме достар енді зор пасықты. Влан вратаризм мұқтыра дегенесін тұра алмай тұру. Реал не оставляет шансов сопернику, он ведет уже в 3 мяча и полностью контролирует игру. Джонатан Тар. Кейн. Селави. И есть варианты тут. Вратарь спасает, но эпизод еще не окончен. Сначала вратарь спас команду, но потом он уже ничем помочь не мог. Тем временем у нас 3-1. А теперь всем нужно пройти в раздевалке и отдохнуть. Уже совсем скоро. Раздевалка да без
oyuncularga gana verетін bolamыз. Давай oyuncularım, давай biz жеңуіміз керек, біздің момент. Свисток арбитра прозвучал, и мы продолжаем. Пока что впереди Реал, у него весомое преимущество в счете. Великолепный дриблинг. Раунд. Георгий Хаджи. Криштиану Роналду. Роналду без мяча оставляет свою команду. Давид Раум. Пак Чисон. Криштиану Роналду. Георгий Хаджи. Роналду. И вот мяч вернулся к Реалу. 2/3 матча сыграно. Последние полчаса игры смотрим. Теряет атака мяч. В штрафной вынос. Ушел мяч за лицевую, но после рикошета, так что угловой. Есть кому в атаке помочь. Уверенно сыграл вратарь на выходе. Блин, достар. Теряет Челси мяч. Тим Ховард. Дембеле. Ақыл болмас. Криштиану Роналду. Давай. Идет в атаку. Пак Чисон. Усман Дембеле. Около 8 минут до конца основного времени. Джуд Беллингем. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Бұл достар енді Роналдоның ударын тексермекші болды. Роналдоның қазір удары жоқ, білетіндер болса. Пробить бы. Нужно продолжать играть. Ну вот теперь полегче. Да, и это все на сегодня. Арбитр дает финальный свисток, который фиксирует поражение Челси. Равная игра была сегодня, но соперник оказался немного удачливее и все-таки смог вырвать победу. Достар, ойыншылар мықты, позициялар мықты достар. Мен енді баң 3-5-лерді алуға мен кеңес бермеймін, басшы достар, кеңес бермеймін. Оны алатын болсаңыздар, ұзақтан төпетін болсаңыздар, удары жақсы бармайды. Қышып кете береді бардыға. Я 3-4-лерді, я 3-4-лерді алатын, 5-4-лерді алатын болсаңыздар, ол әдем болады. Алыңыздар. 115 болсын, я 116 болсын, атака болсын, 4-5 болу керек достар, аяқ. 4-5. Білетіндер болса 4-5 болу керек. 4-5-ің арқасы сіздер жең аласыздар оны. Сіздердің арқасы алады дейін. Достар, енді қазір мен бір ойыншы бермекші едім маған текінге. Достар, кім? Мен сендерге кеңес берем достар. Мынаның ондыға, алынды ондыға. Алынтамаңыздар, мынаны алыңыздар достар. Өтте әдемі. Міне. Подкаттан бар, міне, подкаттан бар. Ма бар. Жақсы достар. Осыны алыңыздар достар. Мен кеңес беретін достар. Өте кеңес берем достар, осыны алыңыздар. Мен мына жерде барлық нәрсені орындап тастауым керек енді. Барлығын орындап, кейін мен мынаны аламын. Мына алмаймын, неге десеңіздер, алындым. Скорсы жоқ, удары жоқ. Дірімнигада жоқ. Мынада да жоқ. Мына дейтін достар, бұл дірімнигадан башы жоқ достар. Мен дірімнигады көріп отырғандай. Дірімнигадан башы жоқ, алмаңыздар достар. Өте кеңес беріп отырмын. Оның ойынын алыңыздар. Бұл жерде сіздерде ойыншы жоқ болса да, осыны күшейтіп 120-ға ал жібересіздер достар. Өте пайда беретін ойыншы, мен сіздерге кеңес беретін. Болды, осыны алыңыздар достар. Кейін енді осымен достар, басып отырыңыздар. Видео бітті. Енді келесі бөлімдерде сіздерге тапсырып өтемін мыналарды.